Тбилисиден 70 шақырымдай жердегі бұл төбеге тіл бітсе, қыпшақтардың гүржілерге қылған жақсылығы мен ерлігі турасында талай естелікті тарқатып салған болар ме? Дәл осы жерде 1121 жылы әйгілі Дидгори шайқасы өткен. Ол түрік селжұқтар мен парсылардың гүржілер жеріне басып кірумен басталған текетірес. Сол соғыстан кейін грузин халқы үшін көптен күткен бостандық таң атты. Грузияның алтын ғасыры басталды. Грузия тарихында бұл ең үлкен, ең жауапты, ең маңызды соғыс болып саналады. Өйткені бұл айқас біздің тағдырымызды шешті. Егер Дидгори шайқасы болмағанда, біздің тарихтың қалай өрбірін кім білген? Әсіресе Қыпшақ жауынгерлері көмекке келмегенде жағдайымыз қиын болар еді. Бұл мерекенің кереметтілігі сол. Бұл бірлік пен достықтың мерекесі. Яғни грузин мен қыпшақтардың, грузин мен қазақтардың достығы. Біз әрқашан мақтан тұтамыз және жыл сайын атап өтеміз. Мен бүгін бұларға ұсыныс жасадым. Екі елдің арасын, екі халықтың арасын жақындату үшін, мынау саяси жақындату, экономика жағынан да жақсы араласу үшін, егер біз тарихты білгіміз келсе, тарих арқылы жастарды тәрбиелегіміз келсе, біз екі Астанада, Грузияның астанасы Тбилиси мен Қазақстанның астанасы Астанада қаласында, егер ескерткіш қойсақ, Давид Строитель мен Артық ханға жеке емес, екеуің бірге тұрған. Екінші, бұлар жыл сайын осы жерде тойлайды, Дидгор шайқасын. Келесі жолы, егер өздері ғана тойламай, егер Қазақстанды да шақырса, француздар да шақырды, осетиндерді шақырып көріп. Өйткенде осетиндер 500-дің сыртында осетиндердің отряды болған. Жеңіске жеткен 4 халық, төртеуіне де ортақ жеңіс. 4 халық бірге тояу керек бұны.